Қайырлы күн, қымбатты оқырмандар. Сіздермен бірге Қаржы министрлігі баспасөз қызметінің қаржы подкаст жобасы. Жобаның бүгінгі спикері Қазақстан Республикасы премьер-министрі орынбасарының Қаржы министрінің баспасөз хатшысы, қоғаммен байланыс департаментінің директоры Дайрабаева Гүлмира Тынышбекқызы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Дайрабаева Гүлмира Тынышбекқызы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің, Софи Антиполис атындағы шет елдіктерге арналған Франция институтының түлегі, Оңтүстік Калифорния Сол Прайс Скул университетін мемлекеттік саясат және басқару академиясы бойынша тәмамдаған, халықаралық болашақ стипендиясының иегері, қазақстандық танымал тележүргізуші, журналист, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Гендерлік саясат деп жатамыз. Бүгінде мемлекеттік қызметте жүрген әйел затының үлесі 55%-ды құрайды. Сұхбатымызды мемлекеттік қызметке келуіңізден бастасақ. 50%-дан асқаны менің де үлесім шығар деп ойлаймын, 55% болғаны. Жалпы мен ойлаймын, осы соңғы алған дипломым Америка құрама штатында бітірген болашақ бағдарламасымен өте оңайға түскен жоқ. Жалпы грантпен оқу, басқа мемлекетте, басқа мамандықта, сол елдің тілінде диссертация қорғау, ол бір оңай дүние емес. Дегенмен мен сол қиыншылықты өз мойныма кәдімгідей саналы түрде салмақты шешіммен келіп алған болатынмын. Менің алған білімім мемлекеттік басқару және саясат. Атының өзі айтып отыр. Яғни менің бұл соңғы қызыл дипломмен бітірген жалпы білімім тікелей мемлекеттік салада жұмыс істеуге сәйкес. Әрине, осыған дейін 30 жыл бойы медиа саласында көрерменнің, халықтың ерекшелік сипатында, жалпы қазақтың еркек қызы болып, халықтың қызы болып, бір көп махаббатты сезіндім. Әрине, бір уақытта сол махаббатты көрерменнен, халықтан алған махаббатты қайтаратын сәттер келеді екен. Мен көп ойландым, әрине, мені еркелетті халық, көрермен жақсы көрді, атымды шығарды, Гүлмира Дайрабаева деген атым бар. Бүгінде мен халық үшін не бере аламын деген сауалға, әрине, мен бірінші білім керек. Яғни сол мемлекет саласында жұмыс істеу үшін бірінші білімді адам өзінің сол алған теориясын практика жүйесінде, практика саласында енгізе алады. Сол себептен ең қиын жол мен үшін сол жасқа қарамай, 40-тан кейінгі стереотипті сындырып, оқуға, өзіңді одан сайын дамытуға, өсіруге мақсат қойып, сол мақсатымды іске асырдым. Сол 55%-дің ішінде менде бар ма, мен де қуаныштымын. Рахмет. Керемет. Болашақ бағдарламасымен мемлекеттік саясат және басқару академиясын тәмамдадыңыз. 5 тілде емін-еркін сөйлейсіз. Бойыңызда білімге деген құштарлық, тіл білуге деген талап қалай пайда болды және қандай тілдерде сөйлейсіз? 5 тіл, енді мен оны көп деп есептемеймін. Негізі менің құрбым бар, Парижде тұрады, 7 тіл біледі. Оның қасында мен жай ғана 5-ақ тіл білемін. Қазақ тілі, бұл енді әкеміздің тәрбиесі, біз үйде тек қазақ тілінде өз ана тілімізде сөйлесеміз. Орыс тілі бұл менің енді мектепті, жоғары білімді ең бірінші дипломым орыс бөлімінен орыс мектебінде бітіргенмін. Образцовая лучшая школаны тәмамдадым. Ал егер үшінші тіл ағылшын тілін алатын болсам, мектепте бізде олимпиадалар болатын, небір жарыстар болатын. Сол кезде мен 4-ші сыныптан бастап бүкіл олимпиадаларға қатысатынмын. Яғни ағылшын тілі ол менен бұрыннан болған. Бүгінгі білетін ағылшын тіліммен сол кездегі мектептегі ағылшын тілім әрине ол 2 саты. Себебі ол кездегі тіл жай ғана мынау Қазақстандағы дәрежеге сәйкес тіл болды. Қазіргі менің білетін дәрежем, бұл енді proficiency деп айтамыз, бұл профессорлық, академиялық уровень саты, себебі адам диссертация ғылыми жұмысты қорғау үшін, яғни дәл сол сізге сабақты беріп отырған профессордың тілінде бірдей сөйлеу. Бұл кәдімгі ұстаным, кәдімгі талап етілетін дүние. Сол себептен сол дәрежеге өзімді кәдімгідей телевидениеда жүрген кезде обедтің орнына тіл үйренем, таңғы 7-ден 8:30-ға дейін тағы тіл үйренем, өйткені 9-да жұмыста болуым керек. Кешке жұмыстан келем, тағы да тіл үйренем. Күніне 3 мәрте тіл үйреніп, осындай дәрежеге жеткіздім. Бұл менің өзімнің алға қойған мақсатым еді.
Француз тілі бұл арнайы курсқа барып үйрендім деп айта алмаймын. Бұл ол кезде енді мен 16-17 жаста енді оқуға түскен кезім, бізге француз профессор келіп сабақ берді. Мен халықаралық бөлімінде оқып жүргенде француз тіліне қатты ғашық болдым. Өте бір әдемі тіл, соны құлаққа жағымды. Мысалы, егер айтатын мынандай бір әдемі сөз естіп тұрмын, есіме түсіп тұр, мысалға тілді тыңдап көріңіздерші. Celui qui donne un bon conseil construit du mal. Celui qui conseille et donne l'exemple de main. Mais que celui donne de bonnes leçons est un mauvais exemple construit du mal et détruit de l'autre. Әрине мағынасын төменде оқисыздар. Бұл мағынада қаншама сөз жатыр. Тілдің өзі сондай бір құлаққа жағымды естілетіні байқалады. Мен де осыған ғашық болдым. Бірақ менің ол кезде қаражатым болмады, ақшам жетпеді, студент болдық. 90 жылдары жұмыс табу қиын болды. Сөйтіп мен сол француздан кітап сұрап алдым. Сол кітапты самоучка болып үйрендім. Яғни мен бүгінгі дәрежедегі мысалға француз тілін білем деп айта аламын, бірақ мен жазбаша қате жіберуім мүмкін. Өйткені мен арнайы курсқа барып дайындалған жоқ. Мен тек өзім жағы аудирование, тыңдау, соны үйрену. Бүгінде әрине ағылшын тілі басым шығар, бірақ дегенмен ағылшын тілінің 60% сөздері француз тілінен алынған. Сол себептен related дейді ғой, туысқан тілдер маған оңай болды деп айта аламын. Француз тілін өте жақсы көремін. Ал 5-ші тіл бұл өмірлік тәжірибе деп айтсам болады. 6 жасындаймын, біз бәріміз баламыз, далада ойнаймыз, жүгіреміз, бір-бірімізбен жаңағы тығылма ойнаймыз. Сонда бір қыз бізбен ойнамайды. Күнде шақырамыз, келмейді. Сосын қасына барып, неге бізбен ойнамайсың десем, үндемейді. Сосын тағы да сұрадым, бізбен жүрсейші, ойнайшы деген кезде жерге жазды, мен мылқаумын деп. Сонда мен сол уақытқа дейін мылқау адам бар, ол мылқау деген не екенін білмегенмін, өйткені енді ол бір сәті түспеген шығар, ондай әңгіме болмаған шығар отбасымызда. Шолпан есімді 6 жасар, сол кезде менің қазір енді құрбым ғой, сол кезде бірінші танысып, сол қызбен мен дос болам деп өзім сондай бір шешім қабылдап, сол Шолпанмен 10 жылдай күнде ойнап, сөйлесіп, сол мына мылқаулар тілін сөйтіп үйреніп кетті. Яғни мылқаулар тіліне келетін болсам, тағы да мен біліп жазуларын білмеуім мүмкін, бірақ мына қолмен сөйлеуді мен жақсы білемін. Бұның пайдасы кәдімгі қажет болды деп айта аламын. Бұл Америкада да қажет болды. Кейде таксистап мен жүремін, таксистер болады, мылқаулар, солармен сөйлесем, ризашылығымды айтамын, жағдайын сұраймын. Кейде көшені таппай жүрген мылқаулар бет сөйлеп жатқанда мен көмектесіп жіберемін, мына жақта жүресіздер, бұл көше емес, келесі көше деп солардың тілімен, жестпен көрсетемін. Яғни бұның кейде өзінің бір пайдасы болады екен. Іштей әрине өзім қуанамын, осындай бір өмірлік тәжірибе алғаныма. Шолпанға рахмет. Қыз, әйел, ана сынды нәзік болмысыңызбен мемлекеттік қызметті бір арнаға әдемі тоғыстырып жүрудің өзі үлкен жауапкершілікті талап етеді. Жауапкершілік дегенде ойыңызға алдымен не оралады? Әдемі сұрақ екен. Жалпы енді жауапкершілік, мен ойлаймын, бірінші отбасынан. Мен негізі әкемнің қызымын. Біздің әкеміз Тынышбек Дайрабаев өте сондай нәзік жан, өте бала жан. 4 қызын алақанына салып өсірді. Әлі күнге дейін бізді еркелетеді. Жауапкершілік туралы мен 5 жасымда білдім. Папам осылай алдына қасына отырғызып, 3 нәрсе айтты. Өмірде ешкімді алдама. Сонда мен 5 жастамын. 5 жасар балаға біз сонда қазір әңгіме айтамыз ба? Ешкімге өтірік айтпа, ешкімді алдама, және бұл нәрсе сенің өміріңе бір сенімділік береді. Себебі сен, мысалға, ұйықтап жатқанда біреу сені мазаламайды, себебі сен ешкімді өтірік айтқан жоқсың, ешкімді алдаған жоқсың, ешкімді ренжіткен жоқсың. Яғни ұйқың тыныш болады. Бұның нәтижесі сенің денсаулығың дұрыс болады. Сонда сол жауапкершілікпен айтып, маған сол 5 жасар кішкентай Гүлмираға осыны папам түсіндіргенде мен әлі күнге дейін таң қаламын. Әлі күнге дейін сол қағида мен басымда, миымда, қайда болсам да, қиын сәтте болсын, бақытты сәтте болсын, осы 3 сөз маған қатты көмектеседі деп ойлаймын. Ал жауапкершіліктің ішінде ол әрине махаббат та бар, өмірге деген құштарлық та бар. Алған тәрбиенің өзіңнің бойыңа қажеттілік ретінде қабылдап оны өмір сүру, ол да жауапкершіліктің бір көрінісі деп ойлаймын.
сол себептен жауапкершілік өте керек. Тіпті жас пен қыз жігіт кездесіп жүргеннің өзінде де жауапкершілік керек. Өйткені жігіт қызға жауапкершілігін өзін таныса, қыз ерекше махаббатын көрсете алады. Сол себептен өте бір қажет қасиет деп ойлаймын жауапкершілік. Мен қазір жауапкершілікке еркелікті қосып алғанмын. Ұлдарыма да папама да әлі еркелеймін. Бірақ жауапкершілік басым. Ол өте қажет. Жұмыста болсын, сен әке-шешеңнің қызы болсаң да жауапкершілік керек. Өзің ана болсаң да жауапкершілік керек. Өзің әріптестеріңмен де жауапкершілік керек. Жалпы мынау жүріп тұрғаның, қалай киінгенің, қалай сөйлегенің. Мен балаларыма мысалға жақсы үлгі болғым келеді. Олар сырттан емес, үлгіні менен алса. Ертең олар дәл сондай үлгілі, жақсы келін алып келеді. Мен ертең айтамын, мына қыз маған ұнамайды деп айта алмаймын, себебі ол маған ұқсайтын қыз алып келеді ғой. Сол себепті мен бірінші дұрыс болуым керек. Бұны енді естіп отырған сіздерге де сәл болса да бір пайдасы тие берсін. Біз бірінші өзіміз дұрыс болсақ, қоғам да дұрыс болады, айналамыз да дұрыс болады. Жалпы менің өзім өмірімде ұстанатын бір қағидам ғана бар. Менің ең басты өмірімдегі тарихты құратын әңгіме ол менің айналамдағы адамдар. Сол себептен айналамдағы адамдарды жақсы көремін. Мен де жақсы көреді деп ойлаймын. Керемет. Уақытты тиімді жұмсауда қандай да бір қағиданы негізге аласыз ба? Тайм менеджмент. Иә, бұл өте қазіргі таңда көп жиі айтылатын сөз, бірақ мен сіздерді таңғалдырайын. Осыдан 7-8 жыл, тура 8 жыл бұрын мен 40 жылға жоспар жасадым. Қызық сырық, негізі неге 40 жыл деп ойладым мүмкін. Жалпы сол сәтте адам өзінің мүмкіншілігін, өзінің ресурсын, өзінің қабілеттілігін мөлшер ретінде қабылдай алады екен. Сонда мен бір кітап оқып отырып, миллионерлер өзінің өмірін 40 жылға жоспарлайды деген бір ұғымды қатты жүрегіме әсер етті. Сол сәтте мен отырымда өзімнің 40 жылға өмірімді жоспарладым. Біз енді қазақта ырымшыл халықпыз ғой, айтамыз, ой, бұл жауға болмайды, Құдай қаласа. Әрине ол сөздердің барлығын пайдаланамын, бірақ сол 40 жыл, яғни сенің мынау еңбекке, білімге, басқа да дүниелерге сені дисциплина ретінде талапты дұрыс орындау, сол мақсатқа қарай ұмтылыс, және сол мысалға мынау оқығаным барлығы сол 40 жылдың ішінде болды. Яғни шүкір Аллаға, ол мүмкін дәл сол наурыз айында болады деген нәрсе наурыз айында болмаса да, түбі сол 40 жылдың ішінде өтеді. Яғни сол жоспар маған бір кәдімгідей жинақы жүруіме, өзім жаңағыдай қамшылауға, ерінбеуге, өзімді дамытуға бір әдемі бір не береді сияқты серпін. Сол себептен расслабляться некогда. Рахмет. Ал келесі сауалымды батылдығымды қосып қойғым келіп отыр. Жалпы Қызылорда аруы, Алматы аруы, Кіндік Азия аруы сынды байқаулардың жеңімпазы атаныпсыз. Жалпы әдемі болып жүрудің, сұлу болып жүрудің бес құпиясымен бөліссеңіз. Мына бір сұрақ енді негізі білмеймін, бұған жауап берген дұрыс па, дұрыс емес па. 16 жасымда Қызылорда аруы атандым. 17 жасымда Алматы аруы, 2-ші рет тәжкидім. 3-ші рет Кіндік Азия аруы атандым. Әрине қазір айтуға ұяламын негізі, бірақ енді өзімді әдемімін деп есептемеймін мүлде. Ерекше әдемі қазақ қыздары көп, оларға қарап кәдімгідей көз тоймайды мысалға. Мен өзімді қылықтымын, жаңағыдай харизма дейма, мүмкін сондай дүниемен бағалай алатын шығармын, бірақ өзімді бір әдеміліктің бір сондай сұлу арулардың қатарына қоса алмаймын мүлде. Бірақ солай 3 рет тәжкейіппін. Көлік айдай алмаймын. Айдағым да келмейді. Қолымнан келмейтін де сияқты. Себебі бізді әке-шешеміз нәзік қылып тәрбиеледі. Сендер қыздарсыңдар, сендерде нәзіктік басым болу керек деген. Мен ойлаймын, сол нәзіктік біздің қазіргі қоғамның ең басты дефициті. Сол себептен қыздар әрдайым нәзіктікті сақтап қалса, мен ойлаймын, ер азамат әрдайым өзінің ер жігіттігін, өзінің бір мықты кейіпкер болуға дайын болатындығы, ол еш жерге қашпас деп ойлаймын. Сол себептен біз қыздар нәзік болуға, өзіміздің болмысымызды сақтап қалуға тырысу керекпіз деп ойлаймын. Маған сол маңызды, сол себептен
әдемілікті былай алып тастап, мен әдемілік емес, көбінесе мынау ақылды қыздарға сәйкес келетін сияқтымын. Рахмет. Бүгін 1 наурыз алғыс айту күні. Иә. Осы орайда кімге алғыс айтқыңыз келеді? Өте бір әдемі күн, шынында да 1 наурыз, көктемнің ең алғашқы күні алғыс күнімен басталады. Әрине бар көріп отырған мынау, дәл қазір көріп отырған басшыларымызға алғыс айтамын. Ең бірінші айтатын алғысым әрине ата-анама. Ата-анам маған бір ерекше махаббатпен, үлкен мейіріммен, керемет тәрбие берді деп айта аламын. Сол себептен алғыс ата-анама. Алғыс көрермендеріме 30 жыл бойы әлі күнге дейін мені іздеп, маңдайымнан сүйіп, батасын беріп жатқан үлкен апалар, ағалар көрген сайын осының өзі бір үлкен бақыт деп есептеймін. Сол себептен алғыс сіздерге. Осылай ерке қылып Гүлмира Дайрабаева қалыптастырған әрине қазақтың халқы, қазақ халқы көрермендері. Тағы алғыс айтарым ұлдарыма, 3 менің тірегім. Әрдайым мені еркелететін, 3 ұлыма, мені қолдайтын. Әріптестеріме осы 1,5 жыл бойы мемлекеттік қызметте жүріп, мен бірде-бір рет өзімді алға қойған жоқпын, өзімді көрсетуге ондай бір мақсат болған жоқ. Себебі мен көп нәрсе үйрендім. Осы 1,5 жыл ішінде менің оқып келген теориям, Америкадан алған білімім, мына жақта практикамен ұштастырып, мен көп нәрсе үйрендім. Яғни бүгінде сол мемлекеттік саланың, жалпы мемлекеттік қызметте бүгін финансовый, қаржылық, экономикалық блоктың барлық ақпараттық саясатын басқару, ол әрине күрделі жұмыс. Бірақ дегенмен де мен әлі күнге дейін үйренуден шаршамаймын. Өйткені адам үйренген сайын ерекше өзінің бір сенімді, шыдамды, қабілеті зор екендігін сезінеді. Сол себептен менің бүгінгі жаңа мемлекеттік қызметтегі әріптестеріме үлкен алғыс. Барлықтарыңыз мені кәдімгідей осы ақпарат саласындағы дүниелерді мемлекеттік қызметке лайық етіп іске асыруға үлкен үлес қосты деп айта аламын. Сол себептен мен әлі күнге дейін сіздерден үйреніп жүрмін. Сіздердің мықтылықтарыңызға ризамын. Мемлекеттік қызметтердің еңбекқорлығы енді өте бір ерекше тақырып. Сол себептен еңбекқорлықтарыңыз, сол үшін сіздерге алғыс айтамын. Әрдайым отбасыларыңызда жақсылық болсын, жұмыстарыңызда, еңбектеріңізде табыс көп болсын, және өмірдегі қуанышты сәттер мол болсын деп тілеймін. Енді алғыс айту күні жалпы тек қана бір күнде емес, алғысты жиі айтсаң, жалпы мынау айтады ғой, кез келген есік ашылады деп. Бұл дипломатияның, стратегияның ең басты көрсеткіші. Сол себептен алғыс айтудан шаршамайық. Барлықтарыңызға рахмет. Өз кезегімізде біз де сізге алғыс айтқымыз келеді. Келелі сұхбатыңыз үшін рахмет. Қымбатты оқырмандар, бүгінгі сұхбат осымен тәмам. Қаржы министрлігінің әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылуды